Ассалаумағалейкум жігіттер, қалайсыздар? Жақсы ма? Ассалаумағалейкум. Қалайсыз, молдеке? Қалай жалпы бүгін? Жақсы ма? Жақсы, аман есен. Қалай, бұрынғыдай алай береміз ба? Иә, бұрынғыдай ала бер. Жалпы жеңгең ұнаса болды емес пе? Иә, қалай үй іші, бала шаға, бәрі аман есен ба? Иә, Құдайға шүкір. Аман есен жүріп жатырмыз. Аллаға сансыз шүкірлер болсын деп. Аға, шынын айтсам, бұл өмірде Құдай бар дегенге мен сенбеймін. Құдай жоқ. Неге өйтіп ойлайсың? Өзіңіз қараңызшы. Неге тастанды балалар көп? Неге аурулар көп? Кеше ғана Астанада 5 бала жанып кетті. Жоқ, аға. Бұл өмірде Құдай жоқ. Егер Құдай бар болса, бұл өмірде бұндай азап шегу, қиындықтар болмас еді. Егер Құдай бар болса, осы теңсіздіктерді реттемей, Құдай не бітіріп жүр? Жарайды. Досым, бұл өмірде шаштар іздеген жоқ. Молдеке, енші, жаңа ғана шашыңыз алған жоқпын ба? Хей, бауырымнан қара. Мына көшені қараш, қаншама адамдар ағылып өтеді. Соның ішінде мына секілді шашы өсіп кеткен адамдар көп. Соның бәрін қысқартпай сен не бітіріп жүрсің? Молдеке, қызықсыз ба? Мен қайсы бірінің артынан жүгіріп жүрем? Олар сіз құсап мен алдыма келмей екен? Мына орындыққа отырмай екен? Сосын мен шашымды реттеп беремін ғой? Міне дұрыс айттың. Проблема осында, Құдай бар. Адамдардың ең басты проблемасы Құдайды іздемеуінде. Сондықтан бұл өмірде азап, қиыншылық деген өте көп. Алланың мейірімі шексіз. Алдымен өзіміз Аллаға қарап, қадам басқанымыз жөн. Аллах тағала пендем маған бір қадам жасаса, мен оған 10 қадам жасаймын деген. Түсіндің ғой?